Сәлем достар, бүгін мінез-құлық теориясы жайлы айтатын боламын. Мінез-құлық теориясы екі бағыты рефлекторлы және әлеуметтік американдық бағыттан құралады. Рефлекторлы бағыттың өкілдері атақты бихевиористі Уотсон мен Скиннер. Әлеуметтік бағытты өкілдері америкалық Бандура және Джон Роттер. Скиннер теориясының қалыптасуына прагмативті көзқарас және өзінің отбасындағы тәрбие әсер еткен. Скиннер бойынша қоршаған орта мінез-құлқының негізгі детерминанты мінез-құлықтың белгілі бір заңдылықтарын біле отырып, оны қадағалай алу. Мінез-құлықты қадағалау үшін тәуелсіз айнымалыны тәуелді айнымалыға ауыстыру керек. Мінез-құлықты болжау, түсіндіру үшін тұлғаның тұрақты және модификациялы аспектілерін білуге негізделеді. Скиннер мінез-құлықтың кейбір түрлері негіздер арқылы анықталатынын және тәжірибе оған еш әсер ете алмайтынын мойындады. Ол мінез-құлыққа қатысты тұқым қуалаушылық пен орта арасындағы процестерді қарастырады. Генетикалық тұрғыда негізгі және тәжірибе арқылы өзгермейтін мінез-құлық респонденті және орта арқылы детерминантты мінез-құлық операнты ретінде сипатталады. Демек, респондент мінез-құлықтың қандай да бір стимулға жауап беру негізінде қалыптасады. Мінез-құлық респонденті Павловтың теориясына сүйене отырып қалыптастырады. Яғни шартты стимул шартсыз реакцияға, ал шартсыз стимул шартты реакцияға алып келеді. Оперантты мінез-құлық сыртқы орта арқылы детерминацияланады және оны өзгертуге бағытталады. Тұлға теориясындағы диспозиционалдық бағыт, яғни ағылшын тілінен диспозицион орналастырылған теориясының үш негізгі бағыты бар: жұмсақ, өткір және аралық немесе формалды динамика. Өткір бағыты бойынша адамның биологиялық құрылымының белгілі бір түрткісі, яғни жүйке жүйесі және ми бір жағынан, сонымен қатар тұлға қасиеттері көрінісінің басқаша болуы. Тұлғалық құрылым мен өткір биологиялық құрылымның өзі жалпы генетикалық факторға тәуелді. Жалпы дене конструкциясы мен мінез типтерінің арасындағы байланысты неміс зерттеушісі Кречмер нақтылады. Жұмсақ бағыт диспозиционалды теорияның тұлғаның басты адамның ағзасының биологиялық құрылымымен байланысты болады. Алпорт адамның әртүрлі жағдайында өзін-өзі ұстауына қатысты олардың құрылымдық ерекшеліктерін проприум деп белгіледі. Проприум ұғымы гуманистік психологиядағы мен деген ұғыммен жақын келеді. Оған жоғарғы мақсаттар, адамның моральдық көріністері жатады. Алпорт негізгі рөлде қоғам ойнайды деп көрсетеді. Дегенмен адамның қасиеттері проприум ерекшеліктерінің түзілуіне әсер етеді. Алпорт дамыған проприумы бар адамды кемелденген тұлға деп атады. Формальды динамикалық бағытты негізінен отандық психологтар Теплов, Небыльцин еңбектерінде көрсетілген. Бұл бағыттың негізгі ерекшеліктері: әр тұлғада екі деңгей, сонымен қатар екі түрлі тұлғаның қасиеттердің аспектісі формальды динамикалық және мазмұнды деп саналады. Адамның мазмұнды қасиеттері проприум түсінігіне жақын. Бұл қасиеттер тәрбиенің, білімнің, іс-әрекеттің ғана емес, сонымен қатар адамның ішкі дүние байлығының, интеллект, мінез-құлық көріністерінің жемісі болып табылады. Диспозиционалдықтардың ойынша тұлға өмір бойы дамиды. Оның ішінде тұлғаның жастық шағымен қоса жыныстық жетілуі де маңызды болып табылады. Бұл теория адамның ұстамдылығының құрылымының өзгеруіне қарамастан өздерінің ішкі қасиеттеріне ие болады. Адамның ішкі дүниесі негізінен темпераментімен және индивидуалды ерекшеліктермен түсіндіріледі.